орнатып алайық. Барлығы көрініп естіліп тұр ма екен? Қазір 1-2 минуттан кейін бастаймыз, я? Тағы да қосылатын балалар бар болса, қосылып алсын. Сәл күте тұрайық. Так, сәлем, барлығы көрініп естіліп тұрған секілді, я? Тамаша, өте жақсы. Ойбай, мына сурет не? Марал, сен ба салған мына суретті? ұбт академиясы физика. Мына тикток қой. Мына тикток қой. Магнетизм дейді. Мына тикток қой. Мына тиктоктағы біздің неміз ғой. Тиктоктағы біздің аккаунт қой физиканың. Жоқ, бұл емес қой. Біздің сабағымыз қайда? Так, мынау болу керек. Мынау не? ұбт.академиясы.физика. Ойбай, бұл Инстаграм ғой? Жоқ, бұл емес қой. Бұл Инстаграм. Жоқ. Туф. Кім алып тастаған біздің сабағымызды? Есептер қайда? Мынау не? ұбт.академиясы физика. Ой, мынау YouTube қой. Сайтан алғыр, сабақ қай жерде тұр? Мына немене? Кілең TikTok, Instagram, YouTube-тың ссылкалары ғой, мынаның барлығы бізге керек. Міне екен ғой біздің сабағымыз. Туф, әрең таптым ғой. Осындамыз ба? Ендеше ұбт 2021 жаңа база дейма, не деп айтады? Ешқай жері жаңа емес, барлығы бұрынғыдай. Ешқандай сұрақтар ауыспаған екен, сонда да талдап көрейік. Я? Дайымыз ба сабаққа? Бісміллә. Бір, қыздар, жігіттер, дайымыз ба? Плюс қойып жерейік, дайым болсақ. Осылай болады. Все, кеттік ал. Бірінші сұрақ. Массасы 8 тонна шынжыр табанды трактордың әр табанның ауданы 2 метр квадрат. Трактордың жерге түсіретін қысымы қандай болады? Енді трактор дегенде, мына жерде қараңдар, әр табаны деп тұр, енді мынау трактордың гусеницасы деген сөз ғой, гусеница не екенін білеміз, бізде трактор бар, ода 2 гусеница болады, мінекей мынандай, ол осы 2 гусеницамен жүреді, мінекей. Екінші көрінбейтін жағын былай пункттермен салып қояйын. Ендеше осының әрқайсының табаны 2 метр квадраттан дейді мынадан, және мынадан әрқайсысы S-тен болады. Жалпы трактормен де қатты зат болғандықтан, қатты заттардың қысымын біз қалай табатын едік? Ол әсер етуші күштің ауданға қатынасы, немесе оны 1 метр квадрат ауданға әсер ететін күш, бірлік ауданға әсер ететін күш деп айтады. Бірақ біздің есепте қалай болады? Бізде тракторда бізде 2 гусеница бар болғандықтан, ол жер бетіне осы 2 гусеницамен жанасып тұрады, дұрыс па? Яғни оның ауданы 2 метр квадрат емес, ол 4 метр квадрат ауданға ол өзінің қандай да бір mg деген салмағын түсіреді, сондықтан біз бөліміне бір ғана табанның ауданы емес, 2 табанның ауданын алуымыз керек. Осы секілді есептерде адамдарды айтады, адамның бір табанның ауданы осындай болса деп айтатын болса, онда сендер 2 еселеулерін керек. Немесе сендерге қандай да бір стулды беріп қою мүмкін есепте, және осы стулдың бір аяғының табанның ауданы осындай болады десе, онда стулда бізде 4 аяқ болады ғой, орындықта. Сонда сендер бөлімін S емес 4S деп аласыңдар, яғни қай жерді жанап өтеді, қай жерге ол күш түсіріп жатыр, сол беттің ауданын алуымыз керек екен. Ал мына жердегі F оның түсіретін күші өзінің салмағы болып табылады. Ендеше mg-ді біз 2S-ге бөлуіміз керек. Сонда оның массасы 8 тоннаға тең килограмм айналдыратын болсақ, ол 8 көбейту 10-ның 3 дәрежесіндегі килограмм болады. Көбейту еркін сөйлеуінің шамасын 10 деп аламыз. Бөлу 2, ауданы 2. 2 4, 8-ді 4-ке бөлетін болсақ, шығады 2. Ендеше бізде қалатыны 20 көбейту 10-ның 3 дәрежесіндегі паскаль. Ал біз білеміз, оның 3 дәрежесі дегеніміз, ол К деген әріп екенін, ендеше 20 килопаскаль деген жауапты белгілейміз, сол Е нұсқасында. Бірінші сұрақ осымен тәмам. Назар аударамыз, келесі екінші сұраққа. 20 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дененің көтеру биіктігі қандай? Бұл бізде Y осімен қозғалыс екен, вертикаль жоғары лақтырылған дене бар. Енді 20 метрмен көтерілді, биіктігін тап деді. Енді мына есепті әр бала әр түрлі қылып шығарады. Қалай шығарсаңдар да бәрібір. Тез шығарам десеңдер, онда орын ауыстырудың уақытқа тәуелсіз теңдеуін қолданасыңдар. Егер ол теңдеуді есепте ұмытып қалатын болсаңдар, роботта, онда тәуелді теңдеу арқылы да шығара берсеңдер болады. Бұл жерде бәрібір қалай шығарсаңдар. Ендеше бастапқы V0 дейтін жылдамдықпен лақтырды, және қозғалыс сипаты бізде кемімелі болады. Ол қандай да бір жердегі максимум
биіктікке дейін барады, иә, мінекей мынандай бір h дейтін бір биіктікті көрсетіп қояйық. Осы h деген бізде максимум биіктікті анықтау керек. Орын ауыстырудың уақытқа тәуелсіз теңдеуін жазатын болсақ, h максимум дегеніміз ол бастапқы жылдамдықтың квадраты бөлінген 2 еселенген g болады. Неге десеңдер, себебі мына нүктеде ол тоқтап қалады. Бұл нүктедегі оның жылдамдығы 0-ге тең, қозғалыс сипаты кемімелі. Сәйкесінше бастапқы жылдамдық бізде 20-ға тең, ендеше алымында болады екен. 20 көбейту 20 бөлу, бөлімінде 2 көбейту еркін сөздеу 10-ға тең. 20 мен 20 қысқарып кетеді, қалатыны бізде 20 метрдің өзі. Мінекей. Немесе есеп шығару барысында мына теңдеуді ұмытып қалсаң, білмей қалсаң, проблем жоқ, оны орын ауыстырудың уақытқа тәуелді теңдеуімен де жаза салсаң болады, иә. Жалпы формасы v0 көбейту t, қозғалыс сипаты кеммелі болғанда минус 2-ден 1 g t квадрат деп шығарсаң болады. Бастапқы жылдамдық сенде бар, g бар, бірақ уақыт жоқ. Қанша уақыт бойы ол максимум биіктікке жетті деген сұраққа жауап беру керек, енді. Оны көтерілу уақытын анықтау үшін не істейміз? Бастапқы жылдамдығын еркін сөздеуі g-ға бөлеміз. Оны қайдан қорытатын едік? Жылдамдықтың уақытқа тәуелді теңдеуінен. Сонда бастапқы жылдамдығы 20, 10-ға бөлетін болсаң 2 шығады. 2 секунд бойы ол қозғалыста болады екен. Болды. Сонда мына жердегі жылдамдықтың орнына 20-ны қоясың, уақыттың орнына 2-ні қойып шығаратын болсаң, мына теңдеуді соңында сенде дәл осы 20 деген жауап шығады. Немесе жаңағы график арқылы шығарсаң да бәрібір шығару жолдары өте көп. Жауап барлық жерде бірдей болады, иә. Ендеше келесі үшінші сұраққа назар аударып көрейік. Біз көріп отырмыз, қысымның көлемге тәуелділігінде берілген көрінбей қалыпты. Джоуль дейді, жұмысты тап деп отырған шығар, иә. Біз А деген жұмысын анықтайық. Ендеше қысымның көлемге тәуелділігін көріп отырмыз. Бұл бізде ненің графигі? Изобараның графигі болып тұр, иә. Бірінші нүктедегі қысымы 200 килопаскаль, көлемі 2. Екінші нүктедегі қысымы 200 килопаскаль, көлемі 5-ге тең. Және бізге оның жұмысын анықтау керек. А тең болады P көбейту дельта V. Я, жұмыстың негізгі теңдеу. Ендеше А дегеніміз қанша уақыт болады? Білмеймін. 1 сағат, 45 минут, 50 минут көреміз. Вебинар сақтала ма? Иә, сақталады. Қайталауын жібереді. Ендеше қысымы бізде тұрақты 200 килопаскаль екен. Орындаймыз. 200 кило дегеніміз ол оның 3 дәрежесі деген сөз. Көбейту көлемі менде метр кубпен өлшеніп тұр, барлығы нормально. А көлем айырмасы қандай? 5-тен 2-ні азайтамын, шығады 3 екен, иә. Сонда 3 2 менде болады 600. Көбейту оның 3 дәрежесіндегі джоуль немесе 600 килоджоуль деп жауап беруге болады. Сонда 600 килоджоуль дейтін жауапты іздейміз, ол жауап Б нұсқасында орналасқан. Келесі сұраққа назар аударайық. Бұл бізде 4-ші сұрақ екен. Мұнда 6-мен беріліп тұр. Айнымалы тоқ тізбегіндегі кернеудің максимал мәнінен түбірасты 2 есе кем болатын шама қандай? Айнымалы тоқ тізбегі бар. Сол айнымалы тоқ тізбегінде қандай шама? Мынау кернеудің максимум мәні нен дейді? Кернеудің максимум мәні, амплитудалық мәні у максимум. Осыдан түбірасты есе кем болу керек. Яғни мынаны түбірасты 2-ге бөлетін болсақ, бізде не шығады деп сұрап жатыр. Тоқ күші қатысы жоқ, қуат дейді, кернеу дейді, кернеу. Ендеше бұны білеміз, айнымалы тоқ деген тақырыптан кернеудің әсерлік мәні ол амплитудалық мәнінің түбірасты 2-ге қатынасы болып табылады. Я? Ендеше жауабы Д нұсқасы болады. Мынаны кернеудің әсерлік мәні деп айтады. Сол секілді тоқ күшінің де, электр қозғауыш күшінің де әсерлік мәндері дәл осындай формада анықталады. Яғни максимум мәнінің түбірасты 2-ге қатынасы ретінде. Жақсы, келесі сұраққа назар аударайық. Суретте айнымалы тоқ тізбегіндегі кернеу мен тоқ күшінің уақытқа тәуелділік графиктері көрсетілген. Бізде бар кернеудің және тоқ күшінің уақытқа тәуелді графиктері. Жақсы, кернеудің уақытқа тәуелді өзгерісінің теңдеуі қандай? Яғни уның т-ға қатынасын сұрап жатыр, у от т дейік. У от т. Кернеудің уақытқа тәуелділігі. Ендеше екі графикті көріп отырмыз. Қараңдар. Біріншісі бізге керегі мынау болып тұр ғой деймін, иә? Мінекей. Себебі мына нүктеде кернеу максимум мәнге дейін баруда, иә? Мінекей бізге керегі мына жер болып тұр. Міне, мына график болып тұр. Енді мына графикті сендер білесіңдер, 10-шы сыныптың алгебрасынан бұл бізде синусоида болып тұр, иә? Себебі 0-ден басталып тұр. Біріншіден, екіншіден бастақ фазасы нешеге тең болып тұр мына есепте? Бастақ фазасы менде 0-ге тең болып тұр. Себебі ол оң жаққа да, сол жаққа да ешқай жерге ығыстырылмаған, яғни синусоида менде жылжыған жоқ солға не оңға. Егер ол оңға не солға жылжитын болса, демек оның бастақ фазасы бар болатын еді. Ал бізде жоқ, сондықтан бұл дербес жағдай екен. Ендеше у дегеніміз не? Ол амплитудалық мәні у максимум көбейту мына синусоида болғандықтан синус арқылы өрнектеледі. Яғни синус омега т деп аламын. Бастақ фазасы бар болса, онда мына жағында плюс финалевой болатын еді. Ендеше біз мына жауапты белгілеуіміз керек. Жақсы, бұл бізде болды 5-ші сұрақ. Келесі 6-шы сұраққа назар аударамыз енді. Контур
конденсаторының сыйымдылығы 10 есе және индуктивтілігі 2,5 есе арттырғанда еркін тербелістің жиілігі қандай? Енді мынанда есе арттырады, есе кемітеді деген есептерде әр адам өзі біледі қалай шығасады. Біреуге былай ыңғайлы бәрібір, иә? Мына жерде енді тербелістің жиілігін анықта дейді. Бұл тербелмелі контур болғандықтан біздің есімізге Томсон түсу керек. Бұл электромагниттік тербелістер. Томсон заңы бойынша электромагниттік тербелістердің периодын анықтау үшін келесі түрдегі теңдеуді қолданамыз. Т тең 2π түбір асты LC. Бірінші периодын қалай өзгеретінін анықтап алайық. Ендеше Т тең болады. Мына жерден нені байқап отырмыз? Бірінші шығару жолында кейбір балалар былай жасағанды жақсы көреді. Мынау менде бастапқы форма болады да, мынау соңғы форма болады. Түбір асты LC. L-дің орнына нені қоямын? Индуктивтілігі 2,5 есе артады болатын болса, соңғы индуктивтілік менде 2,5 көбейту L-ге тең болады. Ал сыйымдылығы 10 есе артатын болса, онда соңғы сыйымдылық менде 10 еселенген бастапқы сыйымдылықты береді, оны 10C деп ала салады. Болды, сонда соңғысы Т тең болады, мынаны бастапқысы деп ала салайын. Соңғысы Т тең болады 2π, және мына жерде 2,5 мен 10-ды көбейтетін болсақ, шығады 25. 25 түбірден шығады, бізде 5 болып, ал түбірдің ішінде L мен C-ның көбейтіндісі қалады. Бітті. Ал мына жердегі 2π және түбір асты LC деген нәрсе нені береді бізде? Ол бастапқы периодты береді. Сонда соңғы период тең болады 5 еселенген бастапқы период деп. Яғни 5 есе артады. Немесе кейбір адамдарға қалай жазған ыңғайлы? Екі жағдайға байланысты екі теңдеу жазып, олардың қатынасын алған ыңғайлы. Міне, мына бірінші теңдеу бар ғой, және екінші теңдеу бар. Міне, мына екі теңдеудің қатынасын алып шығарсаң болады, саған осылай ыңғайлы болса. Кейбір адамдарға стрелкалармен шығарған ұнайды. Стрелка жоғары, стрелка төмен деп, бәрібір жауап бірдей болады. Ойбай, бізден жиілік сұрап жатыр екен ғой, тоқта. Жиілігін. Так, период 5 есе артатын болса, жиілік бізде 5 есе кемейді. Себебі жиілік дегеніміз не? Ол периодқа кері шама болып табылады. Период 5 есе артатын болса, онда жиілік кемейді 5 есе. Сонда С жауабын белгілейді екенбіз. Келесі сұраққа назар аударайық. Су ауадағы толқын ұзындығы 0,5 микрометр жасыл түсті жарықпен жарықтандырылған. Су, мына ауа бар екен бізде. Оның ар жағында астында су бар екен. Сонда ауадан суға мынандай бір жарық түседі екен. Оның толқын ұзындығы бұл жасыл екен, жасыл түсті жарық болып тұр. 0,5 микрометр. Жақсы. 0,5 МК метр. Су астында көзін ашқан адамның көретін түсі қандай? Түсі сары, қызыл, көгілді, қара, жасыл, осылардың біреуі болу керек деген сөз ғой. Енді, мына жерде мынандай нәрсені біз білуіміз керек. Жарықтың түсі қандай шамаларға тәуелді болады? Цвет. Түс деген нәрсе, қыздар, жігіттер, ол тәуелді болады екен жиілікке. Яғни жиілік өзгеретін болса, онда жарықтың түсі де өзгереді. Ал біз білеміз, жарық бір ортадан екінші ортаға өткен кезде, оның жиілігі мю болады, тұрақты. Мю тең константа, ол өзгермейді. Толқын ұзындығы және жылдамдығы өзгереді. Енді қараңдар, ауадан суға өтетін болсақ, жылдамдық не істейді? Әрине, жарықтың ауадағы таралу жылдамдығы ол максимум, 3/10-8 дәрежесі, судағы таралу жылдамдығы бізде не істейді? Кемейді 1,3 есе, толық теориясын айта кетейік, себебі судың абсолют сыну көрсеткіші 1,3-ке тең. Ал енді жылдамдық 1,3 есе кемейтін болса, толқын ұзындығы лямбда ол да кемейді 1,3 есе. Ал енді жиілікке келетін болсақ, мю, ол тұрақты болады. Ендеше біздің көретін түсіміз өзгермейді судың астында, біз әлі сол жасыл түсті көруіміз керек. Түсінікті? Енді мына есепке байланысты тағы да қандай қызық нәрсені айтуға болады. Жалпы біз қандай түстерді көре аламыз? Қандай толқын ұзындықтағы түстерді көре аламыз? Деген сұрақта бар, тестте. Ол толқын ұзындығы қандай болу керек? 380 нанометр мен 760 нанометр арасында, міне, егер жарықтың толқын ұзындығы, яғни электромагниттік толқынның ұзындығы осындай аралықта жататын болса, бұл көрінетін жарық деп айтады. Бұл жерде қызыл, сары, жасыл, көк, көгілдір, фиолетовый дейтін түстердің барлығы бар, Жасыл түс дегеніміз не? 0,5 микрометр. Енді 0,5 микрометр дегеніміз не? Оны нанометрге айналдыратын болсақ, 1000-ға көбейтіп жіберсек болды ғой, 0,5-ті 1000-ға көбейтетін болсақ, біз 500 аламыз. Сонда мынау 500 нанометр деген сөз. Сонда жасыл түс менде мынаның арасында жатыр, 380 мен 760-ның арасында. Міне 500 нанометр менде мына аралықта жатады
екен. Ал 380 нанометр ол кімдікі? Қызылдікі ма, әлде күлгіндікі ма? Хотя бы екі шеткісін біз білуіміз керек қой. 380 мен 760 әрқайсысы кімдікі екенін білуіміз керек. Әйтеуір 500 жасыл түс екеуінің арасында болады екен. Жақсы. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Дегеніміз не? Білмеймін. Осы нәрсені оқиық, осыған байланысты мына толқын ұзындықтары қай түстердікі, осыған жауап бере аласыңдар. Толқындық физика. Сәттілік. Келесі. Радуга. Иә, сол радуга жайлы әңгіме болып жатыр. Идеал жылу машинасы бір циклдің ішінде салқындатқышқа 300 жол жылу мөлшерін береді. 400 жол механикалық жұмыс жасайтын болса, жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті қандай запись сақталып қала ма? Иә. Енді қараңдар, мына жерде қыздырғыштың энергиясы емес, салқындатқыштың энергиясы беріпті. Себебі салқындатқышқа осындай энергияны береді. Салқындатқышы екінші нөмірмен белгілейді. Ол 300 жолды құрап тұр. Ал сол кезде атқарылатын жұмыстың шамасы 400-ге тең болып тұр, және пайдалы әсер коэффициентін анықтау керек. Жылдамдық қалай, нормальды ма? 2017, 18, 19 жылғы талдауларды көрсеңдер, комментарийлардың барлығында асықпа дегеннен кейін қазір асықпай түсіндіретін болдық. Пайдалы әсер коэффициенті Карнот циклы бойынша нені білдіретін еді? Қыздырғыш минус суытқыш бөлінген қыздырғыш, иә? Немесе, жарайды, бірінші сол энергияны жазып алайық. Бірінші сол теңдеуді қыздырғыштың энергиясы минус суытқыштың энергиясы бөлінген қыздырғыштың энергиясы. Пайдалы әсер коэффициентін осылай табатын еді. Немесе қыздырғыштан суытқышты азайтатын болсақ, біз жұмысты табамыз, иә? А бөлінген Q1 деп. Ендеше пайдалы әсер коэффициенті тең, жұмыстың шамасы бізде 400-ге тең болып тұр. 400 жол бөлінген қыздырғыштың орнына нені қоям? Енді қыздырғышты мынайдан табатын болсақ, ол жұмыс плюс суытқыш болады, иә? 400-ге 300-ді қосасын, шығады 700. 700 сенде қыздырғыштың энергиясы болып тұр. Бітті. Ендеше мына екеуі қысқарып кетеді, жауабын пайызға айналдырудың қажеті жоқ, 4-тің 7-ге қатынасы екен. Ол болады бізде 0,4 бөлу 7. 0,57 дейді. 0,157 деген жауап нұсқасында бар. Түсінікті? Курста барлық тақырып бір айда қарастырылды ма? Иә. Ал, қараңдар, мысалы, мен мына теңдеуді білмеймін, мен шатастырып алдым, және мен мына жердегі 300 бар ғой, соны мен суытқыш емес, қыздырғыш деп ойлап қалдым. Мысалы, есеп шығарып жатып, мен осылай шатасып кеттім, және менде мынандай бір теңдеу бар. Жұмыстың орнына мен 400-ді қоямын. Мене есептің шартында бар. Және бөлу қыздырғышты мен мысалы шатастырып алдым суытқышпен. Алдымда есептің берілген дұрыс оқымай 300 деп жаза салам. Және 4 3-ке бөлетін болса, мен 1,1 нәрсе дейтін жауапты алам. Ал біз білеміз, пайдалы әсер коэффициенті ол бірден қатаң түрде кішкентай сан болатынын. Сонда осыдан ақ бірден білуге болады. Ой, мен есептің берілген дұрыс оқымаппын деп, қайттан оқып, дұрыстап шығарасын. Иә, осындай да моменттер бар. Ағайсың курсың 26 ақпанда басталады ма? 26 емес, 24-ті бастаймыз. Среда күні. Сәрсенбінің сәтті күні. Так, НФ 38-де ертең 13-ші сабақ, или 14 қой дейм, кажется. А жоқ, ертең 13-ші сабақ. Жексенбі күні оларда 14-ші сабақ болады. НФ 39-ды ақпан курсын 24-ті бастайды екенбіз. Ақпанның 24-ті басталады. Ендеше 11-ші сұрақ бізге түсінікті болды. Біз келесі сұраққа назар аударамыз. Келесі де бізде графикпен екен. Суреттегі тербелмелі қозғалыстың x-ның тыға тәуелділігі, міне, белгілеп қояйық, x-ның тыға тәуелділігінен тербелістің циклдік жиілігі қандай болады? Қанша теңге курс? 9900. NF38 қалай өтті ағай? Күшті өтіп жатыр. Күшті өтіп жатыр. Тфу-тфу. X-ның тыға тәуелділігі, қара. X, міне т. Секунд, мында сантиметр. Синус ойданы көріп отырмыз. Міне. Фук. Циклдік жиілікті сұрайды. Циклдік жиілік дегеніміз не? Радиан секунд өлшем бірлігі, ал мәні қандай еді? 2 еселенген пи көбейту жиілік не бөлінген период болады. Бізге осы период арқылы жазған ыңғайлы. Ендеше алымына мен тиіспеймін. 2 пи қала берсін. Енді бөліміндегі периодты табуымыз керек. Период дегеніміз не? Толық бір тербеліс жасауға кеткен уақыт. Период дегеніміз толқын ұзындығы лямдаға тең болатын жолды жүруге кеткен уақыт болып табылады. Енді мына есепте мына нүктеден бастайтын болсақ, мына жерде жарты шеңбер, мына жерге келетін болсақ, толық шеңбер шығады. Ендеше периоды менде 30 секунд. 30 секундтың ішінде ол толық бір тербелісті жасады. Ендеше периодтың орнына 30 секунд деп жазамыз, және мына жерге мен 30 деп қояды екенмін. Ендеше 30 бен
мына екі қысқа кетеді де бізде қалатыны пидің 15-ке қатынасы. Пи бөлінген 15 өлшем бірлігі радиан секунд. Ендеше пи 15 радиан секунд дейтін жауапты бұл нұсқасынан іздейміз. Түсінікті? Мына есеп, мына вариантта нелер көп екен, иә? Графиктер. Көбінесе синусоида мен косинусоидаларды көп беріп жатыр екен. Қызық. Келесі. Энергиясы электронның тыныштық энергиясына тең болатын фотонның импульсы қандай? Бізде электронның массасын берген және жарық жылдамдығын берген. Тамаша. Фотонның импульсын жалпы анықтау үшін біз не істеуіміз керек? Біз жасауымыз керек, фотонның энергиясын бөлеміз оның жылдамдығына. П тең, неге 15-ті алмадыңыз? 15 секундта ол жарты тербеліс жасайды. 15 секундта ол жарты тербеліс жасады. 2-ден 1 период мынау. Мынау 2-ден 1 период. Так, мынау 2, мынау 1. Мынау 2-ден 1 период. Мына нүктені алатын болсаң, бұл 7,5 секунд. 7,5 секунд сенде 4-ден 1 периодты беріп тұр мына жерде. Мынау 4-ден 1 период. Ал мына жер сенде толық 1 периодты беріп тұр. Энергиясын бөлуіміз керек оның жылдамдығына. Ал енді оның энергиясының өзі деген сол mc квадрат, оны c-ға бөлетін болсаң, mc-ның өзі қалады, иә? Бітті. Ендеше p импульсы тең болады. Электронның массасын алады екенбіз. 9-да 1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесіндегі килограмм, көбейту жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесіндегі метр секунд. Ендеше 9-да 1-ді 3-ке көбейтесің, 3 және 9 27. 27,3 көбейту 10-ның 8-ден 31 азайса қанша? Минус 23 дәрежені береді, иә? Осындай килограмм метр секунд дейтін импульсті іздеу керек. Ондай жауап с нұсқасында орналасқан. Түсінікті? ОБТ-ға уақыт аз қалды ма, қыздар, жігіттер? Білініп тұр. Қыркүйекте 4 адам, қазанда 7 адам, қарашада 10 адаммен отырдым мен осылай. Қаңтарда 15 адаммен отырдым. Қазір 27 адам отыр екен. Білініп тұр, иә? ОБТ-ға аз уақыт қалған. Ақырындап көбейіп жатыр. Оқыңдар, уақыт аз қалды. Көресіңдер, шпаргалканы қолдану қазір қиын болды. Көрдіңдер жаңалықтарды. Қазір тек білімді бала, оқыған бала ғана ОБТ-дан жақсы нәтиже алады. Справедливость енді ғана келді. Не дейді? Ағай, тиктогыңызға қосылғым келеді, сіз тиктокта барсыз ба? Я, бармын, қазір тоқта. Бармын, қазір тоқта. Міне, ОБТ академиясы физика деп жазсаң шығады. Ешқандай нүкте қоймайсың. Міне, менің суретім тұрады, міне менің видеоларым. Ой, мен басқа қыз не дейді? Түф, маған көрінбей жатыр. Қайда кетті сообщениең? Мен тиктокта отырмаймын, мен инстаграмда отыратын едім. Түф. Міне, ОБТ академиясы физика инстаграм. Ой, ағай, мен тиктокта да инстаграмда да отырмай, мен тек ютуб көретін едім. Түф. Міне ютуб. Міне. ОБТ академиясы физика деп жазды. Барлық жерде атымыз бірдей. Міне, кірсеңдер шығады. Түф, сендер де сабақты бөліп, сабақ есеп шығарып жатырмыз ғой. Неге әлеуметтік желілерді сұрап жатырсыңдар менен? Әлеуметтік желілер жайлы әңгіме болып жатыр ма, әлде сабақ жайлы ма? Сендер вообще қандай адамсыңдар деп па? Ағай, вы классно похудели. Рахмет, Марал. Фуф, наконец-то біреу айтты. Ешкім айтқан жоқ. Көріндер ма? 88 килограммнан 80-ге дейін. Минус 8 килограмм. Скоро вообще красавчик болам. Здрасте, тра-тра-тра. Король вернулся. Дейтін не бар ғой? Конор Макгрегордың видеосы. Тиктоктағышы, сондай түсіру керек еді. Здрасте, тра-тра-тра. Король вернулся. Ладно, все, болды. Радиоактивті элементтің ядролардың саны 16 тәуліктің ішінде 4 есе азайған болса, онда оның жартылай ыдырау периоды қандай? Радиоактивті элемент бар және ол жердегі кім? Ядролардың саны n, ол не істейді? 16 тәуліктің ішінде, жақсы, т тең болады 16 тәулік. Оны алып, жаңағы секундқа, сағатқа айналдырудың қажеті жоқ, тәулік деп қалдыра сал, 4 есе азаяды. Онда оның жартылай ыдырау периоды қандай? Ендеше радиоактивті ыдырау заңын жазу керек, n тең болады
n0 9-шы сыныптың соңғы 4-ші тоқсанында өткенсіңдер. Көбейту 2-нің минус кішкентай т бөлінген үлкен т дәрежесі тең, яғни мына жердегі n0 ол бастапқы ядролы санның, минус т деген т деген сол уақыттың өзі бізге берілген, ал үлкен т деген ол жартылай ыдырау периодының өзі. Енді бізде мынау 4 есе кемейді дейді, яғни соңында қанша қалады? Бастапқыда 100 штук болатын болса, ядролардың саны соңында 25 штук қалады. Бастапқыда 500 болса, соңында 500 бөлінген 4 қалады. Яғни 4 есе азайды дейді. Яғни мен не деп жазамын? Соңғының орнына, қалғанның орнына мен бастапқы бөлу 4 деп жазуым керек. Міне, бастапқы бөлу 4. Ендеше 4-тен 1 дегеніміз не? Ол 2-нің минус 2 дәрежесі деген сөз. Сондықтан мен n-нің орнына 2-нің минус 2 дәрежесі n0 деп жаза алады екенмін. Міне, 4 есе азайды деген осындай формада жазамыз. Тең болады, мына жердегі n0-дің өзі көбейту 2-нің минус т бөлінген т дәрежесі. Мынадан байқап отырғанымыз n0-дер қысқарып кетеді. Мынау бізде көрсеткіштік теңдеуге айналды, негіздері бірдей болғандықтан фчүң дәреже көрсеткіштері де бірдей деген сөз. Таңбаларын плюсқа айналдырып жіберейік бірден, сонда 2 тең болады. Т кішкентай т-ның орнына 16 тәулікті қойып жібер бірден қорықпай, және бөлінген жартылай ыдырау периодының өзі. 16 мен 2-ні қысқартасың, шығады 8, ендеше жартылай ыдырау периоды тең болады 8 тәулікке. Ондай есеп бізде, ондай жауап бар, және ол д нұсқасында орналасқан. Түсінікті? Мына есепті NF2 курсында айттым, я? Не деп беруші еді? Тура сол есеп екен ғой, почти. Ол жерде активтілік деп береді, я? Активтілігі осында есе азаятын болса, онда не деп әртүрлі синонимдермен бере береді. Жақсы, келесі сұрақ. Кім не дейді? Ағай, NF дегеніміз не дейді? Туф, мынауды қоймады ғой. NF дегеніміз ол нейрофизика курсы, ол ұбт-ға дайындық курсы, оны мен жүргіземін. 3 деңгейден тұрады. Бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей. Бірінші деңгей онлайн, үшінші деңгей видеокурс ретінде. 45 ұпай алуға осы 3 деңгейдің әрқайсысын өткенге кеңес берем. Бір сабақ өтейін десең, анан сұрап, мынаны сұрап. Келесі сұрақ. Суда қалқып жүрген мұздың көлемі В, оның суға батқан бөлігінің көлемі ВББ, ро су және ро мұз бар. Міне мынау сурет, міне мұз, міне мұз. Мынау БББ, батқан бөлігінің көлемі. Кеттік ал. Батқан бөлігінің көлемін анықтау керек. Ендеше мынаған әсер ететін күштерінен бастайық, мына жерге суретін сала салайық. Ендеше қандай күштер әсер етеді біздің мұзымызға? Біріншіден вертикаль төмен қарай әсер етеді. Ауырлық күші жер, яғни оған come on baby деп өзіне тартады. Және су не істейді? Фу, кетші, маған жабыспашы деп су оны жоғары қарай итереді. Посейдон емес, бұл Архимед, я? Посейдон деп шатастырып алмаңдар. Джо Мамо емес, трезубецпен жүретін шашы ұзын актер бар ғой, ол емес, Архимед. Өтпеді ма? Дальше. Ендеше осы екі теңдеудің, осы екі күштің теңдігін пайдалануымыз керек. Осы екеуі бір-біріне тең болады. Архимед тең болады ауырлыққа. Архимед дегеніміз не? Ол сұйықтықтың тығыздығы, көбейту еркін сөйлеуі, көбейту дененің батқан бөлігінің көлемі. Міне, мына жерді ғана аламын мен. Астын ғана аламын, үстіңгісін алмаймын. Және ол тең болады ауырлық күшіне. Ауырлық күші дегеніміз ол mg ғой. Яғни дененің массасы көбейту еркін сөйлеуі. Ал мұздың массасын нені аламын? Мұздың тығыздығы, көбейту мұздың көлемі, жалпы көлемін аламын уже мына жерде, және көбейту еркін сөйлеуінің өзі. Жылар қысқа кетеді. Ро судың орнына нені қоямын? Мыңды қояды екенмін. Мың және батқан бөлігінің көлемі тең болады. Мұздың тығыздығы 900-ге тең екен, және көбейту в-ның өзі. Ендеше мына екі жігітпен мына екі жігіт қысқарып кетеді де, мынадан в батқан бөлігінің көлемі тең болады. 9-ды 10-ға бөлетін болсақ, 0,9-ды аламыз. Сонда 0,9 в. Сонда астыңғы бөлік мына жер қанша екен? 0,9 в-ға тең болып тұр. Ал демек үстіңгі бөлігі батпай тұрған жері ол 0,1 бөлігі. Немесе 90% батып тұр, 10% батпай тұр деген сөз, я? А жауабын белгілейміз. Түсінікті? Ой, блин, аналарды қайттан салуға ұмытып кетіппін ғой, типа сұрақ қоям да, сендер дұрыс жауап беретін болсаңдар, мен бүйтем. Туруру деген ана Зайцтың видеосын қойып қоям. Блин, ертерек жасау керек еді, вообще есімнен шығып кетті. Келесі. Тоқ көзіне кедергісі R тең 9 R резистор қосқанда кернеуі 36 вольт болса, тоқ көзінің ішіндегі кернеу қандай болады, егер ішкі кедергі мынандай болса дейді. When I try, taking for con, checking it, body, and I try.
Схемасын сала салайық, ә? Міне электр қозғауыш күші, міне ішкі кедергісі, мына жағы плюс, мына жағы минус, мінекей мынау гальван элементі. Тоқ көзіне гальван элементін ала салдым. Міне кілт, амперметр, резистор кедергісі R болатын, вольтметр және кернеуі мына вольтметрдің көрсетуі 36 екен, есептің шарты бойынша, және мынау тоқ көзінің көрсететін кернеуін сұрайды. Яғни U кішкентай r деп белгілеп қойсаңдар болады, тоқ көзінің көрсететін кернеуін. Тоқ көзі қандай кернеуді көрсетеді? Формуласы қандай? Я не знаю. Бірақ мен нені білемін? Мен білемін, мына жерге байланысты эпсилон тең болады, I көбейтілген R плюс R деген толық тізбек үшін Ом заңын жазуға болады. Мен осыны точно білемін. Ендеше электр қозғауыш күші тең болады. I менде бар ма? I менде жоқ. Көбейтілген, демек R-дің орнына нені қоямын? 9 еселенген кішкентай R-ді қоямын. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, 10 еселенген кішкентай R қалады екен. Не үшін жаздым? Бір құдай біледі. Келесі. Мына бөлік үшін, мінеке, мына бөлік үшін, тізбек бөлік үшін Ом заңын жазаламын, я? Ал кеттік, тізбек бөлік үшін Ом заңы, амперметрдің көрсетуі I тең болады, U кернеудің R резистордың кедергісіне қатынасы. Ендеше I тоқ күші тең болады, U-дің орнына нені қоямыз? 36-ны қоямыз, және бөлінген үлкен R-дің орнына 9 еселенген кішкентай R-ді қоя салайық. Есептің шартында тұр ол, мінеке. Сонда тізбек бөлік үшін Ом заңынан алатынымыз, мына жердегі жігіттің орнына нені қоямын? 36-ны 9-ға бөлетін болсақ 4 шығады, 4 бөлінген кішкентай R-ді қоюға болады екен, мінеке. Тоқты осылай жазуға болады. Еще мына теңдеу бар, бітті. Мына екі теңдеуді бір-бірімен байланыстырып жіберейік, сонда эпсилон электр қозғауыш күші тең болады. Мынау I тоқ күшінің орнына мына жігіт апарып қоюға болады, мінеке, стрелкамен көрсетейін, деп. Сонда 4 бөлінген кішкентай R, мінеке, және көбейту 10 еселенген кішкентай R. Мынадан нені байқаймыз? Замена жасағаннан кейін, мынау кішкентай R мен, мынау кішкентай R қысқар кетеді, көбейтіндісі 40-ты береді. Электр қозғаушы күші 40 вольтқа тең болса, резисторға түсетін кернеу 36 вольт болса, значит, тоқ көзінің ішіндегі кернеудің түсуі қандай? 40 минус 36, яғни 4 вольт екен ғой. Сонда электр қозғаушы күші дегеніміз не? Ол резисторға түсетін кернеу плюс тоқ көзінің ішіне түсетін кернеу деген сөз екен ғой. Де, түсіндер ма? Не обязательно барлық нәрсені білу. Сен теорияны, кітаптағы жазылған заттарды есеп шығару барысында да түсіне аласың. Дәл қазір мен мысал көрсеттім. Ендеше электр қозғаушы күші дегеніміз вольт. Электр қозғаушы күші дегеніміз ол не екен? Ол мына жердегі резисторға немесе лампочкаға немесе реостатқа түсетін кернеу плюс тоқ көзінің ішіне түсетін кернеу екен. Қанша болды? 32 минут болыпты. Сабақ бітпеді ғой. Ладно, келесі. Черт возьми. It's context. Context асқын салмақ. Оқиық. Асқын салмақ, мысалы, ғарыш кемесінің жер бетінен көтерілу сәтінде пайда болады. Асқын салмақ жағдайында адамның ішкі органдары да өзінің салмағын арттырады. Бұндай кездері адам ауырлықты сезінеді, ал төтенше асқын салмақ деп адам денсаулығына зиянды. Бұл кезде ғарыш кемесінің А үдеуі еркін түсу үдеуі G-дан бірнеше есе артады. Сол сияқты ұшақты төменге өлі тұзақтан тік шүйілуден алып шығарда ұшқышта асқын салмақты тап болады. Асқын салмақты К тең 1 плюс А бөлінген G қатынасымен бағалауға болады. Тоқта. Мына жерді пропускать етуге болмайды. К тең 1 плюс А бөлінген G. Демек, келесі сұрақтардың барлығына біз осыны қолданамыз деген сөз. Жаттыққан ұшқыштар, ғарышкерлер. Кімдер жаттыққан ұшқыштар, ғарышкерлер салмақтың К тең 5. Черт возьми. К тең 5 есеге дейін арттыруына шыдай алады. Демек, К-ның мәні 6-7 бола алмайды. Бұл максимум мән екен. Жаттыққан ғарышкерлер. Ал біз К тең 2-ге де шыдамайтын шығармыз. Жаттыққан космонавттар К тең 5-ге дейін шыдай алады екен. Жалпы түсіндіктік ма? Контекст. Есеп жалпы не жайлы екен?
Есеп асқын салмақ жайлы. Асқын салмақ дегеніміз не? Салмақсыздыққа антоним. Салмақсыздық кезінде біздің салмағымыз нөлге тең болатын болса, асқын салмақ кезінде біздің салмағымыз артады. Қандай кездерде артады екен? Егер ғарыш кемесі тік жоғары көтерілген кезде салмақ артады екен, асқын салмақ болады. Және өлі тұзақтан өткен кезде. Өлі тұзақ дегеніміз не? Мертвая петля. Сол кездегі К дегеніміз қанша есе артады, сол салмақ осыны К деген шамамен белгілейді екен, және оның теңдеуін 1 плюс А бөлінген G түрінде өрнектейді екенбіз. Және максимум шыдай алатынымыз ол 5 есе. Яғни К-ның мәні 5 болады максимум. Одан үлкен К-ға біз шыдай алмайды екенбіз. Біз емес, жаттыққан ұшқыштар. Түсінікті? Ендеше есептегі сұрақтарға назар аударып бастаймыз. Тимок, ты тут? Да, я тут, родной. 21. Өлі тұзақтың төменгі нүктесіндегі ұшқыштың салмағы қауіпсіз мәнінің шегіне 4 килоньютонға жеткен болса, ұшқыштың салмағы қандай? Ендеше өлі тұзақ дегеніміз, тағы да қайталап айтамын, ол мертвая петля дейді, оны әртүрлі парадтарда ұшқыштар жасайды. Я, вау дейді сол кезде адамдар. Енді мертвая петля, мынау менде қисық сызықты қозғалыс, ода қандай да бір R деген радиус болады, және ең негізгі екі нүктесі бар, жоғарғы нүкте және төменгі нүкте деген. Жоғарғы нүктесін мен P1 деп белгілейін, жоғарғы нүктедегі салмақты, ал төменгі нүктедегі салмақты мен P2 деп белгілейін. Қай жерде салмақ артады? Жоғарыда ма әлде төменде ма? Асқын салмақ қай жерде болады? Жоғарыда. Елестетіп көрейікші, міне, сен ұшқышсың. Сен жоғары қарай бүйтіп көтерілдің да, и төмен қарай бүйтіп түсесің. Салмағың қашан артады? Асқын салмақ. Елестетіп көрші, сен бүйтіп мертвая петля жасайсың, былайынан бүйтіп, фчуң етіп. Жоғарыда дейді. Ладно. Контексті қайттан оқиық онда. Сол сияқты ұшақты қай жерге? Жоғары қарай? Сол сияқты ұшақты қай жерге? Жоғары қарай? Төменге қарай, вниз, өлі тұзақтан тік шүйілуден алып шығарда, асқын салмаққа тап болады. Контекстің өзінде айтып жатыр, салмақ, асқын салмақ болады төменгі нүктеде екендігін. Яғни мына жерде салмақ артады, ал мына жерде керісінше салмақ азаяды жоғарғы нүктесінде. Мына жерде ол невесомості сезінеді, наоборот. Түсіндер ма? Ал өлі тұзақтың төменгі нүктесіндегі ұшқыштың салмағы қауіпсіз мәнінің шегіне 4 килоньютонға жеткен болса, мынаның шамасы 4-ке тең екен. P2 төменгі нүктедегі жаңағы салмағы. Сонда ұшқыштың массасы қандай дейді? Болды, теңдеуін жазайық ендеше. P2 төменгі нүктедегі салмағы тең болады m көбейтілген G плюс A. Осындай формада оның салмағы артады. Ендеше бізден сұрайды нені? Ұшқыштың массасын. Сонда P2-ның орнына сендер 4000-ды қойып жібересіңдер. 4000 тең болады, m көбейтілген, и мына жердегі А-ның мәні бізде жоқ, үдеу жоқ. Не істейміз? Есеп шықпайды. Келесі пункттарға көше берейік. Қайттан есептің берілгеніне назар аударасың контекстке. А-ны мына жерден табамыз. Өйткені максимум мәні 5 деп тұр, көрдіңдер ма? Сонда К-ның орнына сен 5-ті қоюың керек. Бірді сол жағына жібер, сонда 5-тен 1-ді азайтатын болсаң, сенде 4 шығады, тең болады А бөлінген G. Және мына жерден үдеуді анықтайтын болсаң, А тең болады 4 көбейтілген G, яғни 40. 40 метр секунд квадрат. Бұл максимум үдеу. Помните, жаңағы 2020 шілдеде, 2019 шілдеде келген ОБТ нұсқаларында жаңағы ненің жоғары көтеріліп бар жатқан, жаңағы ненің немесе өлі тұзақ жасап жатқан ұшқыштың, жаңағы ұшақтың үдеуі 50, 60, 70 дейтін жауаптар бар ма? Үдеуі 60 метр секунд квадрат деген жауаптар жоқ, максимум 20-30 деп келетін естерінде ма? Мен 40 деген вариантты да келгем. Одан үлкен бола алмайды. Түсіндер ма? Осылай бұрында келген сұрақтармен байланыстырып отырсаңдар, жақсырақ түсінесіңдер. Сонда А-ның мәні 40-қа тең үдеуі, ал еркін түсуде 10-ға тең. Қосындысы бізде береді 50-ді. Сонда мына 0 кетеді, мына 0 мен m тең болады. 40-ты 5-ке бөлетін болсақ 8 және 1 0 бар 80. 80 килограмм. Мынау мен ғой. 80 килограмм деген жауапты берейміз, сын нұсқасы. 21 түсінікті ма? Келесі.
22 ұшқыш шыдайтын шекті жылдамдықпен жасалған өлі тұзақтың төменгі нүктесіндегі м ұшқыштың салмағы қандай дейді. Өлі тұзақты саламыз. Міне, мынау центр, және мінекей мынау төменгі нүкте. Осы төменгі нүктеде, қайда кетті? Төменгі нүктедегі оның салмағы қандай болады дейді. Егер бұл шекті жылдамдықпен ұшатын болса, онда оның үдеуі де шекті, яғни үдеуге мен бағанағы 40-ты қоям деген сөз. Келісесіңдер ма? Сонда P тең болады, жақшаның M, жақшаның ішінде G плюс A. Төменгі нүктеде ол асқын салмақты сезінеді, оның салмағы артады. G плюс A. Және ол тең болады ары қарай. G-дің орнында не тұр? 10 тұр. A-ның орнында максимум үдеуді аламын. Себебі мұнда шекті жылдамдықпен ол ұшып бара жатыр екен. 40-қа 10-ды қосасын 50. 50 көбейтілген M. Онда жауап бар ма? Жоқ. Значит, мына жердегі 10-ды G-мен жаза салуға болады ғой бізге. Тең деп аламын да 5-ті бөлек жазамын M, және көбейту 10-ның орнына мен көбейту G деп жаза салсам болады. 5 еселенген ауырлық күші болады. 5mg деген жауапты белгілейміз. А нұсқасы. Түсіндер ма? Мына есепті мен знаете қай жерден көрдім? 9-шы класстың сочпа, короче, сондайынан көрдім. Орыс классынан. Менде Рома деген оқушым бар. Сол маған бақылауын жіберген болатын. Сорма, сочпа, тура осы есеп болған, я. Сонда 9-10 класстың қазіргі жаңа бағдарламадағы кітаптарын қарасаңдар, сол сұрақтар ұбт-да келіп қалу мүмкіндігі, ықтималдығы біраз бар екен. Келесі 23-ке назар аударайық. Асқын салмақ жаттыққан ұшқыштың денсаулығына зиян келтірмейтін үдеудің ең үлкен мәні қандай? Асқын салмақ жаттыққан ұшқыштың денсаулығына зиян келтірмейтін үдеудің ең үлкен мәні қандай болу керек дейді. Бағана біз оны тауып алдық, А тең 40 деп. 40 метр секунд квадрат. Енді сендерге сұрақ, контекст деген бір нәрсені өзгертті ма? Маған жекеге жаза берді да, өткенде мен индивидуальный сабақтарым бар, олимпиадаға дайындаймын, қтл-ға дайындаймын, онлайн курс бар мынау. И давай контекст деп. Ештеңке өзгерген жоқ. Есептерді алды да, просто біріктіре салды да, үстіне контекст деген сөзді жазып қойды, бітті. Бір есептен бірнеше есеп жасады, болды. Оны біз физикада күнде жаңағы мектепте оны жасап жүрсіңдер сендер. Каждый день мектепте жасап жүрсіңдер физикадан. Жаңағы әр есепті шығарғанда тақтаға мұғалім сол есепті көрсетеді де, сұрақтарды қояды содан. А сұрағым мынандай болсын, Б сұрағым мынандай болсын. Ол бұрыннан келе жатқан нәрсе. Оны біз білеміз, онымен біз таныспыз. Неге таңғалып жүргендеріңді білмедім. Ұшақты, Ерасыл, сіз кімсіз? Атыңызды NF35 деп қойыпсыз. Неге атыңызды NF35 деп қойдыңыз сіз? Не? NF деген ол нейрофизика курсы, ұбт-ға дайындық курсы, мен жүргіземін. 35-ші потоктан екенсіз, болды, все. Мен түсінбей жатырмын ғой. Блин, вообще басым істемейді. 24. Ұшақты өлі тұзақтан төменгі нүктесіндегі тікшүйеледен алып шығарда, массасы 70 килограмм жаттыққан ұшқыштың шекті салмағы. Түф, немене болып кетті? Мынау қайта бір есепті жан-жақтан сұрай беріп, қайттан міне өлі тұзақ. Не дейді? Төменгі нүктесінде, міне төменгі нүктесі, тікшүйеледен алып шығарда 70 килограммдық адамның, жаттыққан адамның салмағы қандай? Жаттыққан адам қандай үдеуге шыдай алады? Жаттыққан адам 40 метр секунд квадрат дейтін үдеуге шыдай алады. Болды, ендеше салмақтың артуын жазам. Әр сұрақ бірдей екен. P тең болады, M жақшаның ішінде G плюс A. Мына жерде просто адам менен арығырақ екен, бір айдан кейінгі шақағай. Әумин, аузыңа май, астыңа тай. 70 көбейтілген G плюс A. A-ның орнына мен 40-ты қоямын. G-дің орнына 10-ды қоямын. 40-қа 10-ды қосамын шығады 50, 7-5-ім 35. Және 2 нөлі бар жанында. 3500 ньютон екен. Онда жауап бізде бар Е нұсқасында. Түсінікті? Төмен келе жатқанда салмақ артып кетеді, яғы. Төмен қарай түсіп бара жатқанда салмақ ақындап арта бастайды да, мына нүктеге келген кезде өте қатты артып кетеді. Ең максимум мәніне жетеді мына нүктеде. Мына нүктеде наоборот, салмағы азаяды. Жоғары көтерілген сайын бүйтіп азая береді. Лайфхак. Короче, жігіттер, все таста бәрін, сабақ ұбт бәрін таста. Короче, қыздармен дұрыс етесіңдер ғой. Сол кезде анда киноға, романтика деп қуудың қажет жоқ. Қыздар ондай нәрселердің бәрінен шаршады. Сен бит, ақша жина, жұмыс істе, кредит ал, білмеймін,
қатты жақсы көретін қызыңмен кездесті, жаңағы ұшақтар ұшатын жерге апарасың, пилот отырады, и мертвая петляны жасатқызасың ана неге, летчикке. И мертвая петля жасаған кезде, мысалы, сенің қызың Айгүл болатын болса, дұрыс істеп жүрген қыз, Айгүл мына нүктеде кайф сезінеді. Айгүл өзін арық қылып сезінеді. Айгүл өзі на самом деле 60 килограмм болса, мына жерде ол где-то 50 килограмм сезінуі мүмкін. И ол саған по-любому я деп айтады, дұрыс етейік десе, өйткені өмірінде бірінші рет на какой-то момент ол өзін арық қылып сезінді. Понимаешь? Лайфхак, жігіттер, қолданыңдар. Жаттығу шарты бойынша ұшақ вертикаль жазықтықта радиусы 250 метр шеңбер түріндегі өлі тұзақ жасау керек. Осы тапсырманы дұрыс орындауға болатын ұшақтың жылдамдығының мүмкін мәндері. Сіз шешесіз бе? Максимум лепешка майонез. Так, жаттығу шарты бойынша ұшақ вертикаль жазықтықта. Радиусы 250 метр. Радиусы 250 метр өлі тұзақ жасау керек. Осы тапсырманы дұрыс орындауға болатын ұшақтың жылдамдығының мүмкін мәндері. Ұшақтың жылдамдығы. Максимум қандай жылдамдық алуы мүмкін? Минимум қандай жылдамдық алуы мүмкін? Мынаны 1 дейік. Мынаны 2 дейік. Енді оның жылдамдығының максимум не минимум мәндері осы 2 нүкте болып тұр ғой. Мына жерде салмақ артатын болса, мына жерде максимум жылдамдыққа ие. Мына жерде салмақ азаятын болса, мына жерде минимум жылдамдыққа ие. Центрге тартқыш жүйеді ашамыз да. Я. Тұрған Марал, сен бағанадан бері барлық сұрақтарға жауап беріп жатырсың. Сен кімсің? Барлық сұрақтарға еще дұрыс жауап беріп жатыр нағыз. Вообще түсінбедім. НФО. Все. Сен менің шәкіртім екенсің ғой, нейрофизика курсы, ОБТ-ға дайындық курсын оқығансың. Бәсе, енді есіме түсті. Ренжімеңдер, қыздар, жігіттер, просто түсінбей жатырмын да, чатта не болып жатқанын біз есеп шығарайық. Максимум, минимум мәндерін анықтау үшін центрге тартқыш үдеуді ашу керек. Біз мынадан бастайықшы, өйткені максимум үдеу бар, бе? Үдеу максимум болатын болса, және оның шамасы 40 метр секунд квадратқа тең болса, мынаған сәйкес келетін жылдамдық не? Центрге тартқыш үдеуін ашқанда. Бұл да максимум ғой. Ендеше бірінші жауап, мынау 40-тың ішінде жатыр ғой. P2-ні ашамыз ғой сәйкесінше. Ой, P2-ні ашпайым? Мынаны аша салмайым ба? Неге тупить етіп жатырмын? Максимум үдеу дегеніміз не? Ол максимум жылдамдықтың квадраты бөлінген R ғой. Центрге тартқыш үдеу. Дұрыс па? Болды. Ендеше мына жерден V-ны анықтау үшін V квадрат тең болады, R көбейтілген A болады. А V-ның өзін табу үшін мен R көбейту A-ны түбірдің астына алуым керек. Сонда радиусы 250 көбейту A дегеніміз 40 максимум үдеуге сәйкес келетін жылдамдық, ол да максимум. Сондықтан осы теңдеуді қолданып жатырмыз. 25-ті 4-ке көбейтетін болса қанша? 100, ол түбірден шығады 10 болып. Мында 10 көбейту 10, 100 түбірден шығады 10 болып. 100 метр секунд екен. Максимум жылдамдық. V максимум. Ондай жауап бар ма? Жоқ, километр сағатпен тұр екен. Ендеше V максимум тең болады. V максимум 100 метр секундты километр сағатқа айналдыру үшін 3-те 6-ға көбейте салайық. Сонда орынды 2 орынға 10-ға қарай жылжытамын өтірді. 360 километр сағат дейтін жауап шығады екен. 360 километр сағат. 380 жарамайды. 320 өтірік. 340, 300 жауабы D болады. Минимумды анықтаудың қажет жоқ. Болды, белгілейсің да кете бересің. Мысалы, D нұсқасынан бөлек, C нұсқасында да 360 деп тұрса ше. Мында 360, мында 360, 360, 360. Бывает же, да, барлық жер 360 болып қалса, по-любому минимумды анықтау керек болып қалады, я уже бізге. Ал, кеттік, минимумды анықтайық сол үшін. Минимум жылдамдық, ол минимум үдеуге сәйкес болады. Ал, үдеу минимум болады, салмақ азайған кезде, ол ең жоғарғы нүктеде салмақ азаяды. Ал, қараңдар, мына жерде салмақ азаятын болса, ол максимум қандай жерге дейін азая алады? Салмақ азайып жатыр да, оның шекті мәні қаншаға тең? Яғни, мынау P1 қаншаға тең болады? Тең и конкретный бір сан.
төмен қарай түскен кезде салмақ артады екен. Максимум мәнге дейін не болады? Ол жерде үдеу 40-қа тең болады. Жоғары көтерілгенде молодец. Салмақ 0. Мына нүктеде салмақ сыздықты сезіну керек ол. Минимум жылдамдыққа сәйкес келетін салмақты біз салмақсыздық деп айтамыз. Мына нүктеде ода салмақ болмау керек. Ал салмақ болмайды, ендеше теңдеуді жазатын болсақ, P1 тең болады. Жоғары қарай көтерілген кезде өлі тұзақ арқылы оның салмағы азаяды, я? M көбейтілген G минус A. Ендеше мына салмақ менде 0-ге тең болатын болса, яғни жылдамдық минимум болса, мына салмақты 0-ге тең болу керек. Мен mg-ді ma-ға теңестіре алам деген сөз. Мына теңдеуді ашатын болсаңдар. Сонда m мен m қысқарып кетеді де, g тең болып қалады a-ға. Ендеше g тең болады a-ның орнына v квадрат бөлінген r деп центрге тартқыш үдеуді жазасын. Ал мына жердегі v сенде нені білдіріп тұр? Минимум жылдамдықты білдіріп тұр, я? Ендеше мынадан v-ны анықтау үшін сен r g түбірасты теңдеуін қолданады екенсің. Ендеше а мында не болды? ra. Сонда сендер қазір не істейсіңдер? Басы істейтін бала не істейді? Басы істемейтін бала, оқығысы келмейтін, грантқа түспейтін бала, дейді, болды. А басы істейтін бала не істейді? Мына есептің астына 4 бұрышпен дәу қылып сызады да жазады. Мына өлі тұзақтың суретін салады и максимум жылдамдықты табу үшін R көбейту A теңдеуін қолданамын деп мынаны бір жазып алады. Оның астына жазады. Минимум жылдамдықты анықтау үшін R G түбірасты теңдеуін қолданамын деп ол өзіне отметка жасап қояды. Ертең қайталаған кезде еске түсіру үшін. Түсіндер ма? Солай жасаңдар. 250 көбейту 10 түбірасты. Да. Мен не деймін, домбырам не дейді? Мен не айтып жатырмын, сен не айтып жатсың? Бұл менің кінәлім емес. Бір бала жақсы, вот бірнеше бала өкінішке орай. Да? 10 көбейту R-дің орнына 250-ді қоямыз. Түбірдің астында. 25 түбірден 5 болып шығады, 0,0 түбірден 0 болып шығады. 50 метр секунд. Ровно мынаның жартысы екен. Ендеше 360-тың жартысы 180 километр сағат деген сөз. 180 екен минимум. Д нұсқасында и так 180 деп тұр. Түсіндер ма? 24 адам онлайн отыр екен, тура менің жасым. Счастливое число. Ағай, сіздің жасыңыз 24-те бойдағы екенсіз ғой. Менің әпкем бар, жасы 19-да, ол да бойлақ. Танысып көрмедіңіздер ма? Я, личкаға жазшы. Я. Гидравликалық көтергіштің кіші поршынның ауданы 10, үлкен поршынның ауданы 0,1, массасы 1000 килограмм автомобильді көтеру үшін оның кіші поршыніне түсірілетін күш қандай? Мен әпкем деп жатырмын. Гидравликалық көтергіштің кіші поршын, кіші дегенді 1 деп алайық, я? Кіші поршынның ауданы 10 сантиметр квадрат. Я не старый. Шеренш қалдым лалала саған. Үлкен поршынның ауданы 0,1 метр квадрат. Енді давай 10 сантиметр квадратпен жазайық, S2 үлкен ауданды. 1 метр квадратта қанша сантиметр квадрат бар? 1 метрде 100 сантиметр бар болса, 1 метр квадратта оның 2 дәрежесі, оның 4 дәрежесіндегі метр квадрат бар болады. 0,1-ді оның 4 дәрежесіне көбейтетін болсақ, шығады 1000. 1000 сантиметр квадрат деген сөз екен. Тамаша, екеуі де бір жүйеге келді, қатынасын алғанда фчуң етіп қысқарып кетеді. Массасы 1000 килограмм болатын автомобильді массасы 1000 килограмм автомобильді көтеру үшін оның кіші поршыніне түсірілетін күш қандай? Кіші дегеніміз бір ғой, F1-ді сұрайды. Енді үлкен поршыніне оны қояды да, жоғары қарай көтеру үшін минимум күшті түсіру керек. Минимум күшті біз түсіреміз кішкентай поршынге сәйкесінше. Гидравликалық пресстің теңдеуі қандай? Үлкен және кіші поршындегі қысымдары бір-біріне тең деген сөз, я? Кішіні ашатын болсаң, ол F1-дің S1-ге қатынасын береді. Ал үлкен поршынды ашатын болсаң, ол жерге қандай күш түсіп жатыр? Мынау 1000 килограммдық заттың дененің салмағы түсіп жатыр, сондықтан оған mg деп аласың. Бөлінген мынау S2-нің өзі.
Бізге анықтау керек F1-ді. Демек, S1-ді фчуң етіп, теңдіктің оң жағына көбейтумен жібере саласың. Бітті, соңғы теңдеу дайын. Сонда F1 тең болады. Массасы қанша? 10-ның 3 дәрежесі деп алайықшы. Мыңды көбейту G-дің мәні 10, және көбейту S1-дің орнына 10 сантиметр квадрат. Бөлінген S2-ның орнына тоже 10-ның 3 дәрежесі деп жазайық, сантиметр квадрат. Мынадан нені байқап отырмыз? Сантиметр квадраттар қысқарып кетеді, 10-ның 3 дәрежелері қысқарып кетеді, 10 көбейту 10 қалады, ол 100. Және мынау менде ньютонмен тұрған, иә, сондықтан мынау 100 ньютон деген сөз. Немесе түрді солға қарай орынға жылжытатын болсақ, 0,1 шығады, яғни 0,1 килоньютон дейтін жауапты іздейік. 10 0,1 меганьютон дегеніміз қанша? 10-ның 6 дәрежесі, 10-ның 6, 5, 4 дәрежесі 10 мың. 100 дейді, иә. Так, 10 килоньютон, 0,1 килоньютон. Жоқ. 1000 1 килоньютон, 0,1 килоньютон, иә. Жауабы С H екен. Түсінікті? Изохорлық процесс кезінде екі атомды газға 25 килоджоуль жылу мөлшері беріледі. Осы процесс кезіндегі газдың жұмысы. Жауабы тез. Тез, жауабы. Атең 0, молодец. Себебі изохорлық процесс кезінде Шарль заңы орындалады. Газдың көлемі тұрақты, өзгермейді. Ал егер газдың көлемі тұрақты, өзгермесе, ендеше ол жұмыс атқармайды. Атең П дельта В заңы бойынша. Мынау дельта В 0 болғандықтан, газдың атқаратын жұмысы тоже 0-ге тең. Сонда термодинамиканың бірінші заңы бойынша, мына 25 килоджоуль жылу мөлшерінің барлығы қай жерге кетіп жатыр? Оның ішкі энергиясының өзгерісіне. Дұрыс айтасың, Марал. Бізден жұмысты сұрады, 1-де 0 деп белгілейміз. Контексттік есеп жасап жібереміз ба? Контекст ендеше. Бірінші сұрақ осындай болса, екінші сұраққа не деп қою мүмкін? Зат мөлшерін анықтаңыз. Немесе зат мөлшері мен температурасының көбейтіндісін анықтаңыз деп. Бұл проблем жоқ. Q тең дейсің де, мына жердегі дельта U-ды ашып жібересің. Екі атомды болғандықтан, мен мынаны жаза берейін. Mu R дельта T деп ішкі энергияның өзгерісін. Ол 5 болады, еркіндік дәрежесі, молодец. Ендеше 5-тің 2-ге қатынасында mu R дельта T. Сонда мына жерде тағы да температура өзгерісін беріп қою мүмкін, контексттік тапсырма болатын болса, типа, зат мөлшерін беріп қою мүмкін. Зат мөлшері там 0,2 моль болса, онда температура өзгерісін тап. Немесе температурасы қаншаға артады деген секілді. Түсіндер ма? И тағы да үшінші сұраққа бүйтіп қою мүмкін. Егер бұл изобаралық процесс болатын болса, берілген жылу мөлшері қалай өзгереді деп. Изобаралық процесс болса, онда жылу мөлшерінің соңғы формасын айтайықшы. Бастапқысы емес, соңғысы керек. Тура осы есеп, екі атомды идеал газды изобаралық түрде қыздыратын болсақ, жылу мөлшерінің соңғы моделі. Молодец, Айкерім. 7-нің 2-ге қатынасында mu R дельта T болады. Ал мына жердегі 7-нің 2-ге қатынасындай және R ішіндегі мольдық массасымен, мысалы, мынаны ашатын болсақ, масса бөлу мольдық масса деп, ол нені береді? ЦП-ны береді. Молодец, Айкерім. Айкерім, Марал, бұның барлығын қай жерден біліп жатырсыңдар? 7/2 қай жерден білдіңдер ондай коэффициенттерді сендер? NF2 деген курстан. Жоқ, қазір NF2-ні рекламировать етеміз. NF1-ді өткен балаларға пихат етейік. Короче, NF2 курсында бұл нәрсені айтылады. Бәрін бетке айтып тастағансың ғой. Йо, позор. Блин, аферист шақағай. Ужас. Бәрін бұлш етіп бетке айтып тастағансың ғой. Яд. Шок-контент. Яд. Что это такое? Я не знаю. Вы знаете? Нет. Тағы да бір еске түсіріп алайық. Ұбт Академиясы физика, TikTok, Instagram, YouTube барлық жерде атымыз бірдей. Бүгінгі мастер-классымыз осымен тәмам. Дәл 58 минут бойы запись жүріп жатыр. 1 сағат бойы сабақ оқыдық. Бүгінгі сабақ сіздерге қызықты әрі пайдалы болды ма? ұбт 2021 базасы шамамен осындай екен. Және мінеки контексттің не екенін түсіндіңдер, иә? Тура бір есепті береді, наоборот, контекстке біз қуану керек екенбіз. Келісесіңдер ма?
Ну, то, что қазір база өзгерді, ол бізге на руку болып тұр ғой, бізге мешать етіп жатқан жоқ, ол керісінше бізге жақсы нәрсені беріп жатыр. Өйткені контекстте бағана көрдіңдер, 6-ма 7 есеп шығардық, барлығы бірдей. Барлығында бір теңдеуді жаздық. Тек сандық мәндері ғана өзгеріп отырды. Сол секілді жаңағы әртүрлі тақырыптарға келсе де тура сондай болады. Яғни есеп берілген текстті дұрыстап оқып түсініп алатын болсаң, болды, қалған одан кейін кететін сұрақтардың барлығы бірдей болады екен, почти. Сандық мәндерін ауыстырып, дербес жағдайларын ауыстырып отырасың, болды. Яғни біз керісінше контексттік тапсырмаларға қуануымыз керек. Сонымен қатар қазір қандай? 45 ұпай, 45. Бұрынғыдай 40 емес, 45. Яғни бізде қазір мүмкіндік көбірек болып тұр, көрдіңдер ма? Яғни таңдау пәндерінен 45-45-тен жинасаңдар, 45-45-тің хотя бы ұбт-дан 40-тан жинасаңдар, болды, уже 80 балл. Қалған 3 пәннен примерный жаңағы шекті балдарын жинағаның өзінде сенде уже жаңағы 110-нан асып тұр, 115-тен. Көрдіңдер ма? То есть ұбт-ның жаңа форматы бізге жаман дүние емес, керісінше жақсы жағынан әсер етіп жатыр. Сабағыңызға бірінші рет қатыстым, күшті екен. Қуаныштымын. Мен де сізге бірінші рет воздушный жіберейін. Сабақ сақталады, мен сақтап жатырмын. Записьті салады Салтанат апай. Қай жерден жалпы сендерге ссылка келді бүгінгі сабаққа. Сол жерге сабақтың записін салады, сондықтан міндетті түрде қайталап жазып алып оқыңдар. Ағайыны бір өтіп қанша бал алуға болады. Типа мынандай ғой. Біреудің қызын алып жатасың да, папасынан сұрайсың. 2 жылдың ішінде қызыңыз кемінде қанша бала босантып бере алады маған? Или там. Сіздің қызыңыз мен алам, үйлендім, алып кетем. Қандай гарантия бар, то, что ол ұлды босанады? Вот мен сіздің қызыңызды алып жатырмын. Маған қолма гарантия керек. Бәсеке, гарантия бар ма? Қанша жылдың ішінде ол маған ұл босанып береді? И қанша бала? Есть гарантия или нет? Бар болса алам, жоқ болса, все, до свидания. А что это самое? Деген сияқты болды ғой. Мен білмеймін. Мен жаңағы 8-ден кім 8-ден 28-ге дейін арттырады, кейбірі 12-ден 30-ға дейін арттырады, кейбірі 20-мен келіп 40-пен аяқтап жатыр. Ол өзіңе байланысты, қалай оқисың, қалай күнделікті жаттығасың, қаншалықты менің айтқан нәрселерінің бәрін орындайсың, қаншалықты сен дисциплинированный боласың, қаншалықты сен өз-өзіңді ұстайсың, қаншалықты өз-өзіңді шектеп жатқан заттардан сен шығасың, арыласың. Кез келген нәтижеде 1% үйретушінің арқасы. Қалған 99% ол үйренушінің арқасы. Ол білімде де, ол спортта да. Спортта олай емес. Спортта сен көзбе-көз боласың ғой, там немного по-другому. 50-50 дейікші спортта. Ал тікелей білімге келетін болсақ, онда ол осындай қатынаста болады. Сондықтан егер оқысаң, үй жұмысын жасасаң, сабаққа онлайн қатыссаң, айтқан тапсырмаларды орындап, 20 рет, 30 реттен жаз деп айтқан есептерді 20-30 реттен жазсаң, кемінде 40 ұпай. Қаншадан бастасаң да, кемінде 40 ұпайға дейін көтерілуге болады, минимум. Старт қанша ұпайдан болса да бәрібір. Өйткені мен онлайнда 2017 жылдан бері жүргізіп жүрмін, мен байқадым 8 балмен келіп, 38-бен аяқтаған баланы бір айдың ішінде, 2017 жылы ғой деймін. Бір айдың ішінде 8 ұпаймен бастаған мынандай ағаш адам, соңғы тесттен 35 алып, тест кәдімгі ұбт-дан шілдеде болған 38 ба сондай алды, 40-тан. И то ол маған майда қатысты. Бірақ ай, ең соңында. Даже қайталап үлгерген жоқ сабақтарды. Видишь, ода старт бар болып тұр да, и ол тезірек қабылдайды. Ол тез қабылдайды, и ол барлығын орындады. Барлығы осындай факторларға байланысты болады. Ендеше менің бүгінгі мастер-классқа дайындаған материалдар осымен тәмам. Сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Нейрофизика курсы жайлы ақпаратты директтен, инстаграмнан ала аласыңдар.
Келесі сабақтарда амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Пока.